Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің видеомызда КВ бөліміне мұғалімді қалай тіркеп, ол мұғалімді қалайша әкімші жасау туралы айтамыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін КВ бөліміне кіреміз да, сол жерден бұранда кілтті басып, жаңа адам құру бөлімшесіне барамыз. Мектептен келген тұлғалар бөліміне құсбелгісін ұрамыз да, әрі қарай батырмасын басамыз. Қызметкерге, оның ішінде мұғалімге құсбелгісін қоямыз. Ұйымға келу күнін белгілейміз. Әрі қарай батырмасын басамыз. Осы жерде ұйымдағы мұғалімдердің тізімі шығады. Сол ұйымдағы мұғалімдердің ішіндегі КВ бөліміне тіркегіміз келетін мұғалімді іздейміз. Аты жөнін жазып тауды бассақ шығады. Сол мұғалімнің тұсына құсбелгісін қоямыз. Құсбелгісін қойып ары қарай жасауды басамыз. Міне біздің мұғаліміміз КВ бөліміне енді сол мұғалімді КВ бөліміне әкімші жасау керек. Сол мұғалімнің тұсындағы карандаш белгісін басамыз. Директор бөліміндегі оң жақтағы әкімші бөлімінде құсбелгісін ұрамыз. Сонымен біздің мұғаліміміз КВ бөлімінде әкімші болады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Комментарий жаза кетіңіздер.